алаңына асырылған пас, допмен. Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Украина мен Қазақстан арасындағы ойын. Негізгі құрамға назар аударайық, сонымен ойынға қысқаша шолу жасайық. Премьер-лига, но мне кажется, что себя нужно... Ойын басталғаннан-ақ Тимур Досмағамбетов өте белсенді ойнап жатты. Прессингте де, қорғаныста да дәл осы сәтте. Мысалы, Тимур Досмағамбетов прессинг жасауға тырысты, немесе осы Украинаның сол жақтағы 14-ші нөмірлі қорғаушысын жабуға тырысты. Сол кезде пастың Марочкиннің зонасына бағытталғанын көріп, оны тосқауылдап бөгеттеп алуға тырысты. Осы жерде көріп тұрғанымыздай сәтсіздік орын алды. Жалпы қарайтын болсақ, біздің екі латеральда жоғары ойнады, ал украиналықтардың 3 шабуылшысы біздің 3 қорғаушыға тең-бетең ойнап жатты. Ал орталық алаңға келетін болсақ, бізде әрине үстемдік бар, 4-3. Біз осы орталық алаңдағы үстемдікті пайдалануымыз тиіс еді. Проявить именно в казахстанской премьер-лиге и своей родной команде. Асхат тағы берген және Айболабектің сіздеріңізге мүлдем күмән жоқ, бірақ дегенмен де осы жерде украиналықтар доппен келе жатқан кезде адымдарыңызды үлкейтуге, тездетуге болар еді. Себебі доппен келе жатқан ойыншыдан гөрі допсыз ойыншы тезірек жүгіретіні бізге мәлім. Осы жерде Сергей Малый Зинченкоға ұмтылады ма, әлде Еремчукті жабады ма, дәл осындай дилеммада қалып қойған болатын. Нәтижесінде дәл сол жартылай позицияда, яғни Зинченкоға ұмтылып жатқан позицияда Зинченко ұстап алып Еремчукқа пас берген болатын. Есеп 1-0. Хорошая передача и гол, к сожалению. Біздің гол неден басталғанына назар аударыңыздар. Бұл жерде орталық алаңда қысым жасалынды. Зинченко пастан қателесті, сөйтіп Мұжықов топты алып қойған болатын. Топты алдап өзі өтіп кеткісі келеді, бірақ та ол... Дәл осы қысымның, яғни прессингтің нәтижесінде, мысалы, Мұжықовтың бір пасымен Украинаның 6 ойыншысы қиылып қалған болатын, яғни топ сызығының әрі орналасқан болатын. Позициялық шабуыл ұйымдастыруға болады қазір. Дәл осы жерде Вараговскийдің не себепті Бельгияда ойнап жатқаны түсінікті болды. Дәл осы жерде шабуылды әрі қарай күшейтпей, яғни тездетпей, оны бәсеңдетті. Себебі біздің ойыншылардың келгенін күткен болатын. Быстров қосылуда, жігіттер асығатын. Мынау жерде Вараговскийді жабу үшін Украинаның қорғаушысы алдыға қарай ұмтылды, ал оның артында бос аймақ қалып қойды. Дәл сол бос аймаққа Азат Нұрғалиев енуге тырысты. Соны байқаған Абат Айымбетовті қорғап тұрған екі қорғаушының біреуі сол зонаға қарай жабуға тырысты. Ал жүгіріп келе жатқан қорғаушылар тоқтауға үлгермей, дәл осы жерде Азат Нұрғалиев сәтті пайдаланып қалып, Мұжықовқа топты әдемі шығарып берген болатын. Және Вараговский ортаға пас, Нұрғалиев бер қарай және Мұжықов! Жалпы ойын бойынша қысқаша айтатын болсақ, ойын бастала салысымен біз өте жоғарғы прессингті қолдандық, өте белсенді ойнадық. Мысалы, допты тартып алғаннан кейін қарымта шабуылға шығайын десек, допқа ілесе алмаймыз. Абат Айымбетов допқа ілесе алмайды, немесе Азат Нұрғалиев басында дәл солай болған болатын. Және де екеуінің арасында қандайда бір үйлесімділіктің жоқ екенін байқаған болатынбыз. Оған дейін айта кеткендей, Тимур Досмағамбетов өте белсенді ойнады, прессингте де, қорғаныста да өте белсенді ойнап келді. Алайда пас беру кезінде көп қателіктер жасады. Мысалы, бірінші таймның өзінде оның пас дәлділігі бірінші таймда 47%-ді құраған болатын. Ал не себепті Асхат тағы берген және Айболабекенді ойыннан алып тастады дегенге жауап беретін болсақ, ол бірінші голдың себебінде айтуға болады. Сонымен қатар орталық алаңда олар Зинченкоға және де оның командаластарына орталық алаңда түбегейлі жеңілген болатын. Мысалы, Украина допты паспен ұстай алатыны көрініп тұрды, ал біздікілер 1-2 пасты тез жасайтын болса, допты қабылдай алмай тұрыстап, немесе пастардың дәлділігі өте төмен болды. Сонымен қатар екінші таймда кірген Рамазан Оразов пен Вараговский өте керемет ойнады. Себебі екінші таймда орталық алаңда шамалы болсын бір қозғалыс байқалғандай туылды. Ал шабуылға келетін болсақ, Абат Айымбетовтің орнына кірген Рамазан Кәрімов менің ойымша сәтсіз ойынға енгізілді. Абат Айымбетов белсендірек болды.
немесе бірақ алайда өткен ойында Еркебұлан Тұңғышбаев қандай екенін көрсеткендіктен бізде басқа мүмкіндік болмады. Дегенмен де Фединді кіргізуге болар еді осы ойында. Осы ойында көзге түскен ойыншыларды атап өтетін болсам, ол қақпашы Стас Покатилов. Мокин кеткенмен де Стас Покатилов оның жоқтығын дымда білдіртпеді. Сонымен қатар сол жақта ойнаған Руслан Валиуллин. Жалпы назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Тең есеппен сіздерді құттықтаймын. Алғашқы біздің бір ұпай. Егер де ұнаса каналға тіркеліп лайк қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.